Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сёмга балығын сливочный соуста дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 400-500 граммдай шығатын сёмга балығымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, ірілеп турап аламыз және барлық жағына біркелкі етіп, дәміне қарай тұз сеуіп шығамыз. Балығымыздың келесі бетінде дәл осылай тұздап аламыз. Менің каналымда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді балыққа ерекше дәм беріп тұру үшін қара бұрыштан да осылай барлық жағына біркелкі етіп сеуіп, жақсы сіңу үшін осылай қолымызбен жағып шығамыз. Балықтың келесі бетіне де қара бұрыштан себелейміз. Ал енді сёмга балығымыздың үстінен осылай жүгері крахмалын сеуіп шығамыз. Жүгері крахмалы болмаған жағдайда картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. Балықтың келесі бетіне де дәл осылай крахмалдан сеуіп шығамыз. Осымен біздің балығымыз дайын болады. Ал енді орташа отта қызып тұрған табамыздың үстінен шамамен 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, осылай барлық жағына біркелкі етіп жағып шығамыз және балықтарымызды саламыз. Балығымызды салғаннан кейін әрбір бетін шамамен 3-4 минуттан қуырып аламыз. Өздеріңіз білетін сёмга балығы өте тез піседі. Жаңа айтып өткенімдей, балықты орташа отта қуыруымыз керек. Бір беті піскеннен кейін келесі бетіне аударып, келесі бетінде дәл осылай 3-4 минут қуырып аламыз. Балығымыз дайын болғанша 2-3 тіше сарымсақты үккіштің ең майда көзінен өткізіп дайындап қоямыз. Біздің бұл соусымызға ең негізгі дәм беретін осы сарымсақ болып табылады. Біздің балықтарымыз толықтай қуырылғаннан кейін осылай бөлек ыдысқа аламыз. Ал енді қазір біз балыққа сливочный соус дайындайтын боламыз. Осы табамыздың үстінен 30 граммдай сары майды осылай ертіп аламыз. Оттың асты міндетті түрде орташа болып шығып тұру керек. Сары майды толықтай ертіп алғаннан кейін жаңағы теркадан өткізіп алған 3 тіше сарымсағымызды салып, шамамен 1 минуттай орташа отта қуырып аламыз. Барлығын жақсылап осылай араластырып отырып қуырамыз. Сарымсағымыз кішкене уақыт қуырылғаннан кейін үстінен 1 ас қасық толы ұн салып, араластырып, оны да шамамен 30 секундтай қуырып алсақ жеткілікті. Сарымсақ пен ұнымыз толықтай араласып, кішкене қуырылғаннан кейін үстінен 250 граммдай сливке, яғни кілегей құямыз. Мен 30%-дан жоғары кілегейді қостым. Сіздер 20%-дан жоғары кілегей қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап осылай біркелкі етіп араластырып, жарты лимонның қабығын, яғни цедрасын теркадан өткізіп, осылай қосып араластырамыз. Қазір біздің соусымыз кішкене қоюлана бастайды. Егер қатты қою болып бара жатса, осылай жарты кеседей су қосып жіберсеңіздер болады, бірақ бұл міндетті емес. Барлығын осылай қайнағанша араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің соусымыз қатты қоюда немесе қатты сұйықта болған жоқ, әдемі қалыпқа енеді. Енді осы соусымыздың үстінен 1 ас қасық толар толмас кептірілген укропты салып араластырамыз. Свежий түрін қоссаңыздар да болады және 2 ас қасық лимон шырынын қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай кішкене қайнай бастағаннан кейін жаңағы қуырып алған сёмга балығымызды салып, осы соустың ішінде 1 минуттай ұстаймыз. Осымен біздің сливочный соуста дайындалатын сёмга балығымыз дайын болады. Өте керемет болып шығады. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен осылай макаронмен ұсындым. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Дәмі аузыңызда қалары сөзсіз. Видеом ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.